Армысыздар, қадірлі достар, әріптестер, оқушылар, жалпы өнер саласында жүрген барлық музыканттар. Осы видео менің сабағыма қысқаша тоқталмас бұрын өзім жайлы қысқаша айта кетейін. Менің есімім Қорлан Маратқызы Картимбаева, жетіген аспабында орындаушы және қобыз аспабында орындаушы. Сонымен қатар ұстаздық салада біраз жылдық тәжірибем бар. Сол мақсатта, сол себеппен сіздерге жетіген аспабында дайындалу әдістерін, сонымен қатар аспапта қалай жүйелі дайындалу керек, біраз орындаушылық техникаларды қалай меңгеру керек, сол жайында сіздерге біраз пайдалы ақпараттарды ұсынбақпын. Көп жағдайда оқушыларым айтып жатады, аспапты дайындалуда қандай да бір әдістер бар ма деп. Сол себептен жүйеге келтіріп, мен сіздердің назарларыңызға ұсынбақпын. Жалпы орындаушылық өнерде белгілі бір тәртіппен, заңдылықпен жүйелі түрде дайындалу және тиімді уақыт бөлу өте маңызды. Себебі жоспарлы түрде дайындалған орындаушы белгілі бір нәтижеге оңай жетеді. Және оның дайындығы да, яғни дайындалу процесі де өзі дайындалу процесінен ләззат алады және рахаттанады. Бір жағынан өзінің деңгейін қашанда бақылауда ұстайды. Ал ретсіз, жүйесіз, логикасыз дайындалған дайындық міндетті түрде бір кемшіліктері шығып жатады. Бұл дегеніміз ол жаңағы орындаушының белгілі бір деңгейінде болмауы, немесе деңгейінің төмендігінен емес, керісінше дайындалудың ретсіз болуы, логикасыз болуы. Сондықтан да мен сіздердің назарларыңызға жалпы дайындалудың қандай әдіс тәсілдері бар, соның барлық қырларымен, сырларымен өздерінің тәжірибем арқылы бөліскім келеді. Осы видео курстың жалпы тақырыптарына тоқтала кетейін. Бірінші видео сабағымыз аспапта дайындалу барысы деп аталынады. Бұл жерде шығарманы, күйді алғаннан кейін қалай жоспарлау керек, сосын дайындық барысында қалай мақсат қоя білу керек, қалай уақыт бөлу керек, сол уақытты қалай жоспарлау керек, қалай тиімді пайдалану керек, қалай дайындалу керек, осы жайында сөз қозғамақпыз. Екінші видео сабағымызда біздің музыкалық мәтінді талдау. Бұл жерде біз жалпы шығарманы, күйді талдау әдістерімен танысамыз. Талдау не үшін керек бізге? Талдау жалпы шығарманың мазмұнын толыққанды жеткізу үшін керек. Сонымен қатар талдау толыққанды тыңдарманға жеткізудің бір үлкен бір ықпал етер бір әдісі. Талдалмаған шығарма ол толыққанды мазмұны жеткізілмейді. Көптеген кемшіліктер кездесуі мүмкін. Техникалық жағынан болсын, жалпы содан кейін дыбыстық жағынан болсын, музыканы көрерменге ұсыну жағынан болсын, бұлардың кемшіліктерінің бәрі шығып жатады. Үшінші видеомыз, видео сабағымыз біздің күй және шығарма орындау барысындағы кездесетін қиындықтар және орындаушылық техникаланы дамыту әдістерімен танысамыз. Қандай техникалық әдістер бар жетіген аспабында, сол жағынан біз біраз мағлұмат аласыздар. Төртінші сабағымыз жетігенге ән күйлерді лайықтаудың әдістері. Бұл жерде көбіне сұрап жатады, ансамбльге қалай лайықтау керек, жетігенмен ән айтқан кезде қалай лайықтасақ болады, қандай фактураны қолдансақ болады деген сияқты. Бұл енді өзімнің тәжірибемнен ала отырып, сіздермен біраз әдістермен бөлісемін. Бесінші сабағымыз біздің сахнадағы орындаушылық мәселелер. Бұл жерде біз сахнаға шығу көп үшін өте қиын, сондай бір қорқынышты нәрсе көрінеді. Себебі сахна деген ол бір барлық мүмкіншілігінді көрсететін орын. Сондықтан да бұл жерде әртүрлі факторлар әсер етеді, психологиялық факторлар әсер етеді. Сонымен қатар сенімсіздік, адамның өзіне деген сенімсіздігі, осындай мәселелер туындаған кезде қалай жұмыс жасау керек өзімен. Бұл үлкен еңбекті қажет ететін процесс. Бұл осы мәселелер жөнінде сөз қозғамақпыз. Енді осы аталған тақырыптар сіздерге барынша пайдалы мәліметтер болады деп ойлаймын, пайдалы ақпараттар, пайдалы білімдер болады деп ойлаймын. Видео сабақтарды мұқият, асықпай тыңдаңыздар, әдіс тәсілдерді практикалық түрде қолданыңыздар. Жазып сызу болатын болса, жазатын жер болса, сызатын жер болса да барлық шығарманы талдаңыздар, практикаға енгізіңіздер, содан кейін барып өз нәтижесін беретініне мен сенімдімін. Жалпы
сіздерге сәттілік тілеймін. Әр сабақ сайын жақсы нәтиже береді деп ойлаймын.